номер 12 бар ғой, сол көзге, мұрынға, уха, горло, нос, содан кейін көзге өте жақсы көмектескен қыздар. Кімнің көзінде проблемасы бар, жаңағы көзден де проблема көп қой, катаракта бар, жаңағы ет өсіп кеткен, конъюнктивит, көзі жасаурай береді, көзге теріскен шыға береді деген сияқты неше түрлі тоже көзден де көп қой, соған 12-ні берсек болады екен қыздар. Салуға да болады екен, жағуға да болады екен, оны да. Полный мен просто олардың составтарын изучать еттім да. Сол кезде түсінгенім, ол жерде болиголова бар, ішінде болиголова. Сол өте қатты роль атқарады екен. Сосын кейін живица кедровая бар оның ішінде, қыздар. Сондықтан ол живица кедроваяның өзі сердечно-сосудистый заболевание бар ғой. Соның давленияны нормализовать еткен, қалпына келтіреді. И оның циркуляциясын, қанның циркуляциясын жақсартады екен, қыздар. И суставқа, остеохондроз, радикулит, подагра, осылардың бәріне живица өте жақсы көмектеседі екен, қыздар. Содан кейін мына тістің қанай беретіні бар ғой. Соған живица кедровая өте жақсы көмектеседі екен, қыздар. Биоголова вообще өте көптеген тоже ауруларға. Гинекологические заболевания бар ғой. Рак желудка, асқазан жігіті, эпилепсияға өте жақсы көмектеседі екен.